Енді құрметті қазақ елі, кешегі жағдайға оралатын болсақ, кеше көкпардан кейін қырғыз халқы кәдімгідей бізге наразылығын айтты, әділ болмады, қазақтар өздеріне алды, төрешіні сатып алды деген сынды неше түрлі пікірлер жазған болатын. Енді құрметті қырғыз халқы, сіздерге сұрақ. Мықты екенсіздер. Неге Турцияда бізді жеңбедіңіздер көкпардан? Мықты екенсіздер. Неге Экспода жеңбедіңіздер? Бүгін міне біздің екі атымыз бірінші келді, үшінші сіздердің атыңыз келді. Мен бұл жерде ойлап тұрмын. Негізі бұл жаққа Талхи сынды біздің мен деген тұлпарлар және Мейіржан сынды шабандоздарымыз қатысу керек еді. Бірақ олар қатыспай қалды. Қазақтың мен деген екі-үш аты қатыспай қалды. Егер олар болғанда, біз бірінші және екінші, үшінші орындарды қазақтар өз арасында сар едік. Сіздердің аттарыңыз артта қалар еді. Ол ақиқат. Ал енді не деп жылайсыздар? Айтыңыздар, енді не сылтау табасыздар? Одан қалса, құрметті қырғыз ағайындар, бауыр демей ақ қояйын, себебі түпкі тамырымыз біздің бауырлыққа алып бармайды, оны білеміз сіздер, енесейденсіздер. Біз осы жердің тұрғылықты халқымыз, ол ақиқат барлығымызға, Енді не болды? Екі ат бір-бірімен келісіп алды ма? Әлде сіздердің атқа ақша берді ма біздің аттар? Артта қалып қоя сал, керек емес, біз жеңе салайық, өзіміздің жерімізде өтіп жатыр ғой деп. Сондай әңгіме болды ма? Құрметті қырғыз халқы, кешеден бері неше түрлі комментарий жазып жатсыздар қазақтарға қарсы. Қойыңдар, ағайындар, керек емес. Біз туыс болмасақ та көрші халықпыз, отношениемізді құртпай қояйық. Жарай ма? Бір сөзді естеріңізге сақтап алыңыздар. Біз қазақ балық аулаудан сіздерге жете алмаймыз. Себебі сіздердің түпкі тамырларыңыз енесей бойында сіздер балық аулап өскен халықсыздар. Ал біз қазақ жылқы, текті жылқы малын өзіміздің қолымызда үйреткен халықпыз. Және жылқы малына айтылған әңгімеде, жылқы малына байланысты жағдайда қазақта бұл әлемде теңгелер ешкім жоқ. Алға Қазақстан, алтын құтты болсын. Ассаламалейкум, қырғызстандықтар, қырғыз елім. Қазақ бер туғандар, қандайсыңдар, жақсылар ма? Қазақ бер туғандар, мынау оқшауын ел бұзар, балдарыңар тыйып қойсаңар болмайды. Бұл именно шуға жауап қылайын отамда. Бұның видеосын көріп жүрегім жаман ор кетті. Мен емес, менден башқа барлық қырғыз еліме жаман жүрегін ойыта тұрған сөздер сөйлеп жатты. Бұндай қылған болмайды, қазақ бер туғандар. Бұны өзіңер тыйып қойсаңар болмайды. Оғызым барды да өлі сөйлей берсе болу. Ел жұрт бардыңар лайктан басып шуға жеткізіп болғылачы. Бер туғаным, сен ант өлі тарықты білбейлі, оғызыңа алың жетпейлі сөйлей бербеді. Оғызыңан шыққан нәрсе бардығы сенікі тура бұл өребі. Бияқта қанша деген елден жүрегін орытып қойымын деп қорқпайсың. Же сама бар көрбе. Ақыретің ойлы қойсың. Оғызыңан шықсалы бардығы шындық болып сөйлене өребі. Мен сана тарих дедің, тарихты айтып қойайын. Тарихта бізде Манас атауыз бар. Қанеке енебіз бар, ал Тажикстаннан үйленген, тажик болды Қанеке. Оның да атын албайбыз. Ош 3000 жылдық қырғыз елі деген Ақаевтың малында той өткізгенбіз. Ош 3000 деген. 3000 жылдық тарихымыз бар шынында. Аннан эле нары, бирок андан нары просто кагаз түрүндө жанакындай факты менен түшпөгөн үчүн мындай факты болуп айтылып келгенде 3000 жылдык тарихыбыз бар. Анан биз каяктан энесейлик болуп калабыз? Туура, мен тана албайм, энесейлик кыргыздар бар, чынында бар, азыркыга чейин бар. Бирок алар мусулман эмес болуш керек, биз мусулманбыз. Кайсыл жылдары кандайдыр бир ошол жакка дагы бир туугандар барып калса керек. Эми анын түпкү тамырын мен билбейм, бирок биздин кыргыздын эли журту ушул жер болгон. Манас атабыздын күлмөсүндө таласта, Манас атабыздын мындан канча ошол Акаев малы бар малында 1000 жылдыгын өткөзгөнбүз. Бул факты, тарих. Анан эми кыргыз казак бир тууган эмеспиз дейсиң да. Сен кандай кылып, кайсы факттар менен таянып айтып атасың? Факт менен сүйлөдүм. Мына мен элементарный көзгө көрүнгөн фактыларды айтайын. Калпак бизде дагы бар, силерде дагы бар. Биз бирок почетный кылып кийип жүрөбүз эми. Бардык почетный жерлерге, сыйлуу жерлерге калпак кийип барабыз. До сих пор калпакты өтө улук деп сезебиз. Силерде дагы кийип турган чамча да. Анан тебетей дагы кийишет биздикилер. Тебетей да силерде дагы, бизде да бар. Оймо чийме, алар да чепкен, бардыгы кыргыз кыздардын мындай кыздардын кийимдери жаман окшош. Бардыгы, мен аттарын билбейм, бирок окшоштугун. Түсүбүздүн окшоштугун, тилибиздин окшоштугун, баскан менталитет бардыгы окшоштугун, бардыгынан эле мындай факт кылып алып келгенде, мындай кылып келгенде кыргыз казак бир
бир атанын балдары кандай бул сөздөрдү сүйлөп атасың? Эми Түндүк Корея, Түштүк Кореяда бир эл эле экиге бөлүнүп кеткен сыяктуу эле биз дагы экиге бөлүнүп калган деп ойлойм да. Ачыгын айтканда. Анан каяктан сүйлөп атасыңар? Биз дагы ат минип чоңойгонбуз. До сих пор улак чабып чоңойгонбуз. До сих пор жаштарыбыз чабат ушул күз мал кар жаагандан баштап жазга чейин абсолютно тынбай улак оюну, көкбөрү оюну бизде үзүлбөйт. Ар бир айылдарда. Ошон үчүн көкбөрү оюну биз өтө жакшы көрөбүз. Ошентип көрөбүз. Адилеттүү өтсө го мейли, адилеттүү өзүң көрүп турасың, Кудайдан коркпойсуңбу дейм да. Мына мен мурунку видеолорумда именно ошол ошибка, жана видеодон тартылып калган ошибкаларды ар бирин тартып видеого киргизгем, бирок ал именно бири-бирибизди жек көрүштө эмес, просто тактыкты билип алайлы, бир туугандар деген максатта. Көрсөңөр болот, дагы деле катталуу. Ошон үчүн кыргыз казак бир тууган, антип эле эмне кыла бербегиле. Кыргызың деле, казагың деле уруп койгула. Бир тууганбыз. Антип эле аша чабып өрбегиле. Эми бир тууган эмеспиз десеңер, эмессиңер, чынында. Тууганбыз десең, туугансыңар. Ошон үчүн тууганбыз деп сүйлөп жүрөйлү. Ассаламу алейкум. Просто мен жүрөк чыдабай сүйлөдүм да. Тынч болуп, аман болгула.